Сәлем Стамбулдан. Бүгін салмақ тастау видеоға келемін. 99-шы күні. Бүгінгі салмақ 102-де 7, 101-5, 101-де 5, 102 7-ге дейін көтеріліп кеттім. Кеше және де істеген жоқпын, өлшеген жоқпын, бір 103 болған болып тұрмын, значит. Оның алдындағы срывтан кейін. Так, жалғастырамыз. Бүгінгі күнімді қарап өтесіздер. Қазір не завтрак жеймін, әлі пісірген жоқпын, пісіремін, қарайсыздар. Бүгін жексенбі. Бүгін күн жанып тұр. Білмеймін бүгін қайда жоспарымыз. Жоспар жоқ. Не істейтінімізді білмейміз. Сол бүгін салмағымды өлшедім. Вакуум ештеңе жасаған жоқпын. Жексенбі болғасын тамақ пісіретін. Сразу жексенбілік тамақ дайындап жатырмын. Отбасыма соны көрсетемін қазір. Сосын бүгін кешке содан кейін ештеңе жемеймін. Бір жаққа шығатын болсақ көрсетемін, мен бірге болыңыз. Шықпасақ, үйде болсақ, үйдек кешкі асты көрсетемін. Және де ертең сізге айтатын жаңалығым бар, мен бірге болыңыздар. Қайырлы таң қыздары, менде таңғы аста чай. Мен емес, просто өзім шуа, помидор қуырып, кішкене томатный паста салдым. Жұмыртқа салдым. Мына жерде 4 жұмыртқа салдым, 2 адам үшін. Огурцы, помидор, зейтін, сыр, перец. Маған ас болсын, күндеріңіз жақсы өтсін. Кеш жарық көрермен. Олам маған жолдасыма еттен, стейктан, сосын котлеты и перец. Бізге ас болсын. Ертеңгіден көріскенше. Ал. Ертеңгіден көріскенше рахмет, бізге ас болсын.